Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Меруерт Балмаханова. Бадам өзені арқылы өтетін Павлодар-Шымкент магистральдық мұнай құбырларының 1609 шақырымдағы су асты өткелінің жаңадан салынған учаскесін қосу бойынша жұмыстар жүргізілді. Аталған жұмыстар Шымкент мұнай құбыры басқармасының жұмысшыларымен орындалды. Қосымша өзге де басқармалардан да техникалар тартылды. Жалпы 87 адам оталық техника жұмылдырылды. Бұл жұмыстарды орындау үшін жоспар бойынша 72 сағат бөлінді. Апатты қалпына келтіру қызметкерлерінің бірлескен күш-жігерінің арқасында жұмыстар қойылған мерзімнен бұрын аяқталды. Шымкент мұнай құбыры басқармасының бас инженері Еркін Сүйіндіков іске қосу жұмыстарының маңыздылығын атап өтті. Жағаның оңғы бетіндегі 83-ші ысырымының қосу жұмыстарын аяқтадық. Қазіргі жүріп жатқан жұмыстар 84-ші ысырманың жағаның солғы бетіндегі жұмысқа қосу жұмыстары. Бұл өте маңызды жоба деп есептейміз, себебі мұнай құбырының пайдалануға сенімділігін арттыруға өте маңызды. Қазтрансойл компаниясының 25 жылдығына орай Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының ұжымы мерекелік концертін тарту етті. Салтанатты жиында Қазтрансойл акционерлік қоғамы бас директорының корпоративтік басқару жөніндегі орынбасары Алмас Оңғарсынов әріптестерді мерейтоймен құттықтап, тасымал саласындағы әрбір маманның өлшеусіз еңбегін атады және еңбек адамына көрсетілетін құрметі ретінде бір топ қызметкерге марапаттарды тапсырды. Күнделікті жұмыста бірі слесарь, бірі темір тұлпарды тізгіндейтін жүргізуші, бірі тауар операторы, үлкен сахнаны жатсынбай, кәнігі әртістерде өнер көрсетті. Шымкент мұнай құбыры басқармасында да Қазтрансойл акционерлік қоғамы компаниясының құрылғанына 25 жыл толуына орай салтанатты іс-шара болып өтті. Салтанатты кеште сөз алған коммерция жөніндегі басқарушы директор Амир Ахмуталаев пен Шымкент мұнай құбыры басқармасының бас инженері Еркін Сүйіндіков жиылғандарды құттықтап, мұнай тасымалына еңбек сіңген мұнай құбыршыларды марапаттап шықты. Салтанатты жиын Шымкент мұнай құбыры басқармасының өз қызметкерлер дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Бүгін өзіміз мынау зейнеткерлерді көріп, бірге істеген қызметкерлерді көріп, өзімізбен рахаттанып қалдық. Көңіліміз бір шуақты болды. Қазтрансойлда мен 18 жыл қызмет істедім. 18 жыл. Қазтрансойл ашылған кезде мен 50 жас істедім. Қазір 27-ке астым өзі. Бүгінгі тойлап жатқан 25 жылдығымыз құтты болсын. Деніміз сау болсын, әрқашанда жақсылық болсын. Атырау мұнай құбыры басқармасында биылғы жазда 43 студент ақысы төленетін практикадан өтті. Олар құрылымдық бөлімшелердің өндірістерінде мамандықтарына байланысты бастапқы тәжірибеден бастап күрделі жұмыс түрлеріне дейін машықтанды. Олардың әрқайсына тәлімгер бекітіліп, өндірістегі тәжірибесі бағаланды. Басқарманың автоматтандырылған жүйелерді басқару учаскесінде студенттер күн сайын жаңа құрылғымен жұмыс істеуді үйренді. Алдымен тәлімгер аспаптардың ерекшелігі, қолданысын, қауіпсіздік ережесін түсіндіріп, жұмыс көрсетіп береді. Ары қарай студенттер әр аспап бойынша тапсырма алып, теориялық білімін практика жүзінде дәлелдеп көрсетеді. Студенттердің білсем, көрсем деген осы жұмысқа деген ынталары өте жоғары және болашақта жақсы маман болатынына сенеміз. Мәди Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің студенті өндірістік тәжірибеге келгелі көп нәрсеге қанық болды. Теориялық білім мен іс жүзіндегі практиканың ара салмағын бағамдап үлгерген. Тәлімгер де мықты маман. Тәжірибелік жұмыстың басы-қасында жүріп үйретеді. Мәдиде бақылау өлшеу құралдарымен жұмысты өз бетімен жасауды үйреніп те алған. Тәлімгерлермен күн сайын өндіріс басына барып жүр. Студенттердің іскерлік дағдылары осы практикада бағаланып, талаптылары кадрлық резервке алынады. Олар болашақта компанияның жұмысшы инженер техникалық құрамын толықтырмақ. Бізде мұнда тәлімгерлер тыным салмай үйретіп жатыр. Біз датчиктерді көрдік, схемаларды құрастырдық, және МП станциялары барып, көзбен көріп, қолмен ұстап, практикада болатын заттың бәрін көреміз. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында да 21 студент ақысы төленетін кәсіби практикадан өтті. Олар Өзен бас мұнай айдау станциясында, өндірістік қызмет көрсету базасында, басқа да өндірістік нысандарда практикадан өтіп, тәжірибе жинады. Өндірістік тәжірибеден өту үшін Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледж және Халел Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау политехникалық колледжінің ең таңдаулы деген студенттер таңдалды. Болашақ мамандар дәнекерлеу, токарь мамандықтары бойынша, сондай-ақ технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару, ақпараттық жүйелер, электр энергетика тағы да басқа бағыттар бойынша практикадан өтуге мүмкіндік алды. Оларға басқармада барлық жағдай жасалды. Өндіріс орындарына дейін жеткізіліп, тамақпен, арнайы киіммен, қорғаныс құралдарымен қамтылды. Бір ай көлемінде тәжірибе өткен кезде университет қабырғасында алған теориялық білімімізді практика жүзінде шыңдадық. Бір ай көлемінде ең алғашқыда біз қауіпсіздік ережелерімен танысып,
Одан кейін осы жерде жұмыс барысында әртүрлі станоктармен, электр қозғалтқыштармен, әртүрлі техникалармен жұмыс жасап үйрендік. Бізге бұл практика өте пайдалы болып отыр. Өйткені оқыған нәрселерімізді осында келіп, өзіміздің мамандарынан көзбе көріп, өзіміз үйреніп жатырмыз. Және осындай мүмкіндік берілгеніне біз өте қуаныштымыз. Шымкент мұнай құбыры басқармасында кел жарысайық отбасылық спорттық сайысы болып өтті. Жарысқа қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерінен құралған 9 команда қатысты. Командалар доппен жүгіру, ұзындыққа секіру, допты нысанаға дәл лақтыру, шарды жару, допты таяқшадан түсірмеу, қапшықпен жүгіру сияқты қызықты жарыстардан сынға түсті. Жарыста әділ қазылар барлық отбасыларды номинация бойынша марапаттап шықты. Мен ойлаймын, осы жарыс бәрімізге әрдайым осындай спортивный саладан керек. Балашылар көңілді болып жүреді, күліп ойнап жүреді. Осы 25 жылдық мерекесіне арналған шараны өткізген адамдарына өте керемет рахметімді бергім келеді. Қазтрансол акционерлік қоғамы орталық аппарат жас мамандар кеңесі жаңа оқу жылы қарсаңында елордалық тұрмысы төмен 2 отбасы балаларына қайырымдылық көрсетті. Олар 6 балаға киім-кешек әперіп, мектепке қажетті тауарлар сыйлады. Жас мамандар кеңесі және орталық аппараттың жанашыр әріптестері аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларды жаңа оқу жылына дайындады. Акциямен барлығы 6 оқушы қамтылды. Олар үшін рюкзактар, кеңсе тауарлары мен спорттық киімдер, сондай-ақ тәттілер сатып алынды. Жезқазған мұнай құбыры басқармасының жастары да қалыс қалмай, жергілікті 8 оқушыны мектепке киіндіруге көмектесті. Олар қажетті оқу жылына тауарларын әперіп, олардың ата-аналарының алғысын алып қайтты. Осымен біздің жаңалықтарымыз тамам. Сіздерді мұнай-газ кешен саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Амандықта жүздесейік.